Жүйеде келісім шарт құру үшін құжаттар модулі, келісім шарттар ішкі модуліне өтіп, жаңа құжат батырмасын басыңыз. Жаңа құжат батырмасын басқан кезде, басты беттің оң жағында терезе ашылады. Экран бетінің оң жағынан құжат тілін таңдаңыз. Практика бойынша екі жақты келісім шарт ашылмалы тізімінен екі жақты келісім шарт батырмасын белгілеген кезде, экран бетіне құжат үлгісі ашылады. Келісім шарт нөмірі мен келісім шарт жасалған күн, біздің тарап жолы автоматты түрде толтырылады. Контрагентті қосу үшін жүйе бірнеше нұсқа ұсынады. Бірінші нұсқа, жүйеде мекемемен қол қоятын тұлға туралы деректер болған жағдайда, контрагент жолын таңдау арқылы келісім шартты толтыру. Контрагент жолының сол жағындағы батырманы басқан кезде бос өріс пайда болады. Пайда болған өрістің оң жағындағы батырманы басқан кезде терезе ашылады. Ең алдымен практика өтетін ұйымды іздеу өрісі арқылы ұйым атауын немесе бизнес сәйкестендіру нөмірін енгізу арқылы іздеңіз. Қажетті ұйым атауын басқан кезде, экранның оң жағындағы терезе автоматты түрде жабылып, келісім шарт толтыру бетінде қол қоюшы бос өрісі пайда болады. Қол қоюшы жолындағы батырманы басқан кезде, экранның оң жақ бөлігінде терезе ашылады. Терезеде сіз көрсеткен ұйым тарапынан қол қою құқығы бар контрагент тізімі ашылады. Аты жөні көрсетілген жолды белгілегеннен кейін, экранның оң жағындағы терезе жабылып, келісім шарт парағында автоматты түрде сіз көрсеткен тұлғаның аты жөні көрсетіледі. Контрагент жолын, білім беру бағдарламасын толтырып, ең алдымен сақтау батырмасын, әрі қарай жіберу қол қоюға батырмаларын басыңыз. Қол қоюға батырмасын басқаннан кейін, келісім шарт қол қоюда күйін алады. Екінші нұсқа, жүйеде қол қоятын тұлға туралы ақпарат болмаған жағдайда, контрагенттің электронды поштасына сілтеме жіберу арқылы келісім шартта контрагент туралы ақпарат көрсетуге болады. Контрагенттің электронды поштасы жолының сол жағындағы батырманы басу арқылы қол қоятын тұлғаның поштасын енгізуге арналған бос өріс ашылады. Электронды поштаны енгізіп, білім беру бағдарламасын толтырып болғаннан кейін, ең алдымен сақтау батырмасын, әрі қарай жіберу, контрагентке жіберу батырмаларын басыңыз. Контрагентке жіберу батырмасын басқаннан кейін, келісім шарт құрылды, контрагенттің келісуінде күйін алады. Жүйеде көрсетілген сілтемені көшіру арқылы контрагентке тікелей жібере аласыз. Контрагент құжатты қабылдағаннан кейін, келісім шарт күйі қол қоюда болып өзгертіледі. Екі жақты келісім шартқа университет тарапымен контрагент қол қойғаннан кейін оны келісім шарттар реестрі парақшасынан көре аласыз.